Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Қалай аяқтағы томпақ сүйектен арылуға болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап ретінде болмақ. Келесі қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, еңбегімді бағалап, лайк басып қойыңыз. Сіздердің лайктарыңыздан мен шабыттанамын. Кей әйелдерде аяқтағы бірінші башпай тұсында томпайған өсіңкі сүйек болады. Ол аяқ киім кигенде, жүргенде ауырып, мазаны алады. Көбіне тұқым қуалау жолымен беріледі. Сондай-ақ ревматизм, майтабандық, дұрыс тамақтанбау себептерінен де болады. Оны емдеу үшін ортопедтер аяқ киімге коррекциялық ұлтарақ салады, ал тіпті асқынған жағдайда оны хирургиялық тәсілмен кесуге тура келеді. Сондай-ақ мұндай сүйектен арылудың халықтық тәсілдері де бар. Олар мынадай. Біріншіден, ағза артық тұздан арылу керек. Ол үшін мынадай рецептпен дәрмек жасау керек. Ыдысқа бір ас қасық уатылған лавр жапырағын салып, үстінен 300 мл су құяды. Оны қайнатып 5 минут пісіреді. Сосын тұнбасын термосқа құйып, таңға дейін қояды. Таңертең сүзіп алып, күні бойы аз-аздан ішіп жүру керек. Яғни бірден сіміріп алуға болмайды. Жаңа тұнбаны күн сайын кешке әзірлеу керек. 3 күн бойы ішіп тұру қажет. Арасында бір апта үзіліс жасап, тағы да қайталаған дұрыс. Екінші, 5 дана ірі лавр жапырағын ыдысқа салып, үстінен 100 мл арақ құйып, бір аптаға қояды. Оны анда-санда қозғап, шайқап тұру керек. Дайын болған дәрмекпен шығыңқы сүйек үстін майлап, сылайды. Емді 2 айдай уақыт қолдану қажет. Үшінші, аяқты сода қосылған ыстық суда, 3 литр суға біраз қасық сода булау қажет. Сосын ұйқыға жатарда сүйек үстіне әлгіндей суға малынған дәкеден компресс жасайды. Сыртынан шұлық киген дұрыс. Төртінші, 10 мл йодқа 5 түйір аспиринді езеді. Мұндай дәрмекпен өскін сүйектің ғана емес, тізе, шынтақ, тағы басқа буындардағы проблемалық тұстарды майлап сылаған дұрыс. Өскін сүйектің ауырсынуын йод торы сеткада басады. Бір ай бойы ұйқыға жатарда буланған аяқ сүйегінің үстіне йод торын сызып жүрген дұрыс. Бесінші, лимон шырыны мен йодты тең дәрежеде араластырып, өсіңкі сүйек үстіне жағып жүрген адам одан ғана емес, өкше теппесінен де пяточный шпора деп аталатын арыла алады. Мұндай дәрмектерді асқазан, аш-ішек жарасы бар, іш қатуына бейім, қант диабетінің ауыр түрімен ауыратын адамдар абайлап қолдану тиіс. Дәрігермен кеңесіп алған абзал. Бүгінгі видеом ұнаса, лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.